Қызылорда облысы Жалағаш ауданының құрамасы. Алтай бойы ауылдың тойларында билей алмай, Жайдарманның сахнасында билеуге келдік. Армысың Нұрсұлтан? Айықсаң сезімді бағала, сен маған лайықсың басқаға. Жігіттер деймін, мына карантиннің бір жақсы жері, карантин қалай басталды деді, Жалағашта 35 мың халық бар еді, бір күнде 70 мың болдық. Ойбо, алыстағы ағайын ауылға оралып, күндіз арқа-жарға, түнде 100 мың карта, тойхана кафелер жабық, дарияның жағасында шашлик, балық, қоршауы үлкен үй, көршінің есігін алды парковка, салтамда дүркіреген би. Кез келген жағдайда той жасауға дайын Жалағаш құрамасы біз келдік. Сонымен көреміз, теплый полы бар, қандық. Қан ем датым бар. Датың болсай? Ой, мына деген жылы, ой, жылыны балайықшы жатыр. Сонымен көреміз, Ойылқыстан өзінің бағасын көріп отқан малдар. Бұға қарасай, сені 400 мың теңгеге сатам деп қойған ғой. Жақсы шығарды де. 380 мыңға кетсем де арманым жоқ. Ол іште емес, ешкі сені қарасай, мына қарасай, 40 мың теңге болмаса WhatsApp-қа кіретін сотке айбастайын дейді сені қара. Болат Нарман. Екеумізді, ешкі екеумізді шығарғанда сізді неғып шығармаған? Жынсың ба, мұнан шығарған мен ғой, мен егелерің емеспін, әкет жүре көт. Жалындырмай, сағындырмай, кел бері. Ел танитын күн туады ертең мені. Өзгеше қыз өзім туған өлкемдегі. Жайдарманның тарихында жаңа есім Жалағаш құрамасы. Рахмет. Жүрегім нағыз батыр еркек. Рахмет, қазір алқасы шешім шығара беріңіздер. Жалағаш құрамасы Қызылорда облысы Жалағаш ауданының әкімдігіне өз алғыстарын білдіреді.